жас адамдар болсын, кәрі адамдар болсын, істеп жатқан нәрсе шақша менен темекіге қатысты болады. Бізде қоғамда ауру бар. Шақшататын адамдар оны тастау үшін темекі шегіп кетеді. Темекі шегетін адамдар темекі тастау үшін шақшатып кетеді. Әйтеуір осы екеуі жаңағындай араб тілінде тәсәлсүл дейді. Осы екеуінің арасынан шыға алмайды. Әйтеуір қайсы бірінші пайда болды? Жұмыртқа ма, тауық па? Тауық десең, жұмыртқа ше. Жұмыртқа десең, тауық ше деп сөйтіп кете береді да, бұл тәсәлсүл деп аталады да, бұның ана соңы жоқ сияқты. Бұл жерде де бір соңы жоқ сияқты болып кеткен да адамдардың арасында. Не оған темекі шегу керек, не оған шақшату керек та. Алла сақтасын. Тіпті кейбір адамдарды естігенбіз. Мен өзіме айтқан. Ал бар ма соған қатысты хадис дейді да, бір шақшататын адам. Темекі шегетін адамдар бар ма соған қатысты? Темекі айтылған ма? Темекі деп өзіңе бір уәж айтады да. Бір форточкелер дейді өзі. Өйткені нәпсі бар. Нәпсі қаламайды. Оған істеме десе, істеме дегенді көтер алмайды да ол. Өйткені ол ең жақсы көретін ісі да оның. Соншалықты үйретіп кеткен іс, үйреніп кеткен іс. Бір адамдар шақша мен темекіге соншалықты қатты үйреніп кеткен, су қалай ішетін болса, тура солай екеуінде сөйтіп не істейді. Алла сақтасын. Енді шариғат тарапынан шынымен де үкімдер бар ма болған нәрселер? Әлбетте бар. Жоқ емес. Және де олардың бірнеше себептері бар. Біз кейбір адамдарды да білеміз. Шыны керек, мені тастаймын, әні тастаймын. Сөйтсе 10 жыл өтіп кетті да. Сен қазір тастамасаң, тағы 10 жыл жүресің, бауырым. Қазір тағы 10 жыл тастамадың ба, қартайған шағында да жүресің, бауырым. Ақсақалды аталарды білеміз. Біле жаныма бір әп-әдемі тақия киген, ақсақалы егіне түскен бір ақсақал отырды ғой жаныма. Бисмилла, альхамдулилля деп отырды. Бір таксиде кетіп бара жатыр да, бір жақтан. Сөйтіп, неттен керемет ақсақал. Осындай ақсақалдар қоғамға жетіспейді ғой деп ішімнен ойланып отыр едім. Шамалдан қалтасынан алып шықты жаңағы. Насыбайын себеп атып отыр. Ақсақал-ау, ақсақал дедім. Ақсақалыңды өсіріп апсың, бірақ сонда да қаншама жыл өтсе де соны тастамапсың. Бұрынғы біз үлкен кісілер қазіргі 50-60-ға келген. Сұраңызшы темекіні қай уақыттан бастап шегіп жүр деп. Армияға барғанда бастағанбыз сол дейді жаңа. Сөйтсе әлі шегіп жүр, әлі тастамаған. Оны тастауға болады. Болмайды емес. Ол емделетін ауру. Қазір білмейміз ғой. Бір дәрігер келіп диагноз қойсыншы. Сен енді тағы бір темекі шексең өлесің сен. Тағы да бір атым шақша болса сен бітті кетесің десе, болды ғой, сен не істемейсің ғой. Өйткені өмір мен өлімнің арасы тұр. Бірақ негізінде асылында бұл екеуі адамды асықпай өлтіретін, адамды жаман денсаулықтың нашар болуына жетелейтін сондай бір екі түрлі нәрсе. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Уала тaqtulu анфусакум" дейді. Өз-өздеріңді өлтірмеңдер. Инналлаха кана бикум рахима. Шында да Алла тағала сендерге ерекше мейірімді болып келген дейді. Өз-өздеріңді өлтірмеңдер деген нәрсеге, адамды өлтіруге, адамның денсаулығына зиян тигізетін кез келген нәрсе кіріп кете береді. Мен айттым, бір нәрсе харам болатын болса, оған баратын жолдарда харам болып есептеледі. Мысалға, зина бізде харам. Сол себепті бөтен бір әйелмен сөйлесу, онымен жаңағы қалжыңдасу, бөтен бір әйелді жаңа бетіне сүйіп қолынан ұстау, ол да рұқсат етілмейді. Дұрыс қой. Мысалға, арақ ішу харам болатын болса, арақ ішіліп отқан жерлерге бару, оны біреуге әперу, ол да рұқсат етілмейді. Енді адам өз-өзін өлтіруі, немесе біреуді өлтіру харам ғой. Дәл солай осы нәрсеге, өлімге әкелетін нәрселерді рұқсат етілмеген болып саналады. Сол себепті темекіге қатысты, манағы шақша деген нәрсеге қатысты ғалымдарымыз қандай үкім берген? Харам демейді, оларды макрух тахрима дейді. Харамға жақын макрух деген сөз. Ал енді макрух деген не? Макрух екіге бөлінеді. Танзихан ва тахриман дейді. Жеңіл, ауыр. Бұл
темекі мен шақша ауырына кіреді. Өйткені оның зияны бәрібірде не? Көп. Бұл біріншіден. Демек, адам күнә істеп жүр. Екіншіден, пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде айтты. Аятул мунафиқи саласун деді. 200-ді адамның, мунафиқ адамның 3 белгісі бар деді сахих хадисте. Иза хаддаса казиба, егер сөйлесе өтірік айта салады. Ва иза ваъда ахлафа, сөз берсе уәде етсе тұрмайды. Ва иза тумина хана, аманатқа қиянат жасайды дейді. Денсаулық ол не? Аманат. Қаншама үлкен кісілерді білеміз. Деп жөтелгені, қаншама қақырық шығарып жатқаны, ол не нәрседен? Темекіден. Ерінің асты ойылып, қап-қара болып, дұрыс тамақ жей алмай, аузынан жаман иіс сасып тұратындар қаншама? Олан шақшады. Демек ол не нәрсе? Аманатқа қиянат жасаушы. Құдайдың берген денсаулығын бағаламайды. Ниъматани, 2 нығмет бар дейді пайғамбарымыз. Мағбубун фихима кафиру минан нас. 2 адамдар осы 2 нығмет келген кезде ұтылып қала береді. Ол не нәрсе? Ас-сихха дейді. Денсаулық дейді біріншісі. Екіншісі аль-фарах, бос уақыт дейді. Сол себепті денсаулықты бағалай білу керек. Екінші себеп. Үшіншісі, манағы бұл адамда 200-лік сипат қалыптастырады. Себебі пайғамбарымыз 200-ліктің сипаты ғой деп тұр. Төртіншісі, Алла Тағала Құранда не дейді? Ва яшхаду алейхим арджулухум ва айдихим. Ертең қияметте күн келеді, адамға қатысты оның қолдары, оның аяқтары куәлік етеді. Сен жақсы іс істесең, қолдарың жақсы іс істеді деп куәлік береді саған. Мынау қолың айтады, садақа берді дейді. Дәрет алды. Осы қолмен адал болған тамақ жеді. Баласының басынан сипалады. Әйелінің басынан сипалады. Осы қолымен сыйлық сыйлады. Осы қолымен дәрет алды. Міне осы қол соған куәлік береді. Аяғыңыз куәлік етеді. Мешітке барды. Жақсы болсаңыз да. Ал егер жаман болсаңыз, сізге қарсы куәлік береді. Істеді, осы 2 саусағымен ұстады, сосын соны шекті. Алақаныңыз куәлік береді. Осы жерге септі, шақшаны. Рас? Сосын оны тілінің астына салды. Алла сақтасын, ерінің астына салады ғой адамдар. Кейін ерінің асты жарамай қалады екен да. Кейін оны тілінің астына салады екен. Оны жас болғаннан кейін білесің ғой енді. Біраз адамдарды көргенбіз шақшататын. Стажы бар адамдар. Шақшатуды біразын танимыз. Сол себепті айтып жатыр. Білгеннен кейін. Және де оларға да осы себептерді айтқанбыз. Мына қол мен аяқтар, имам Шаарауи, Мутавалли Аш-Шаарауи деген ғалым өткен, рахимахулла, ол айтады. Бұның барлығы дейді, бейне бір не сияқты дейді, бір әскер сияқты дейді. Сен бейне бір командирсің дейді. Сен қазір мына қолдарға істе десең, істейді. Алла Тағала бағындырып қойды да саған әдейі. Аяққа жүр десең, жүреді мысалы. Мен мынаны ұстағым келеді десең, бүйтіп ұстайсың, көтересің, алғым келеді десе аласың. Сені тыңдайды. Мысалға болмайды ғой, сен темекі алғың келіпсе, бармай жатыр, қолым бармай жатыр деген. Ол сені тыңдайды. Алла Тағала саған бағындырып қойды да қазір. Аяғыңда солай. Бағындырып қойды. Бұл бейне бір жаңа командир сияқты дейді, өзінің әскерімен не істеп жатқан? Әскерімен жаңағы оларға бұйрық беріп жатқан. Мысалға, әсіресе әскерде. Командир не айтса соны істейсің ғой? Тіпті жаңағында ұятсыз прикол болып кеткен, әзіл болып кеткен нәрселерді істеткізіп атады ғой солдатқа. Ол істейді оны. Ол істейді. Өйткені ол командирді айтып жатқан. Өйткені ол старш. Бірақ ол не істейді? Кейін командир емес, генерал барған кезде генералға барып шағым айтуы мүмкін. Господин генерал,
мына командир айтқан бүкілін істедік, бірақ ішінде бізге ұнамайтын нәрсе болды. Не болды? Өзінің қызметтік лауазымын жоғары пайдаланып қойды. Господин генерал, командир шектен шығып жатыр. Сонда әңгіме болады ғой. Бұл да солай дейді. Мынау қол аяқтарың сені тыңдайды. Қол аяғың, аузың, мұрның бүкілі сені тыңдайды. Бірақ ертең Құдайдың құзырына барған кезде не дейді? Я Раббым, тыңдадық, істедік. Бізге істетті. Бізге ұстатты. Барғызды. Сөйлеткізді. Естірткізді. Міне. Бұның мысалы осындай дейді. Сол себепті ертең мына нәрселер сізге қарама-қарсы куәлік етуі мүмкін. Біріншіден. Бұл бізде төртінші. Бесіншісі, бұл үлкен ысраф екен де. Алла Тағала Құранда иннаху ла юхиббу, Алла Тағала жақсы көрмейді мусрифин, ысырапшыларды. Ысырап қылатын адамдарды Алла Тағала жақсы көрмейді екен. Яғни сіз Алланы жақсы көресіз бе? Иә. Бірақ маңызды несіне? Алла сізді жақсы көре ме? Алла сізді жақсы көре ме? Сол нәрсе өте қатты маңызды. Бірақ Алла Тағала не деп тұр? Мен осындай адамдарды жақсы көрмеймін деп тұр. Енді темекіні баяғы заман жоқ. Баяғы заманда білеміз ғой. Үлкен кісілер шегетін. Магазинге барасың. Сол кезде ана бұрынғы темекілер болатын. Олар 50 теңге тұратын еді. 35 теңге тұратын. Баяғыда темекілердің бағасы сондай еді. Қоғамда жүргеннен білесің ғой. Бірақ қазір ондай темекі жоқ. Қазір супермаркеттің жанынан өтіп бара жатып темекілердің бағасын қарасаң, ма шошисың. Кемі 350 теңгеден басталады. Вокзалда алдында бір кісі айтады. 700 теңге тұрады екен. Енді оны бір адам, темекі шегетін адам, ол күніне қасқа бір пачка шеге ме мысалы? Кем дегенде ғой бір пачка. Біреулер бар 2 пачка ғой кем дегенде. 2 пачкалап шегеді. Көріп отырсыз ба? Шақша жарайды ғой, арзан. Соны темекі тастайтындар еді. Шақша арзан ғой деп соны көшетті. Ақшасы таусылып қалған кезде, мен негізі ақшам болмаса жаңа бір адам шидейді жаңа. Ақшам болмаса мен шақша атам, ақшам болса темекі шегем деп қояды. Құдай сақтасын. Соған көшіп өтеді. Екеуі де ысырап бауырлар. Себебі дінімізде мынандай нәрсе бар. Өзіңе қажетсіз нәрсеге ақша жұмсау, сол ысырап болып табылады. Өзіңе қажет емес, денсаулығыңа тек қана зиян болып келетін нәрсе, ол ысырап. Алла Тағала Құран кәрімде не деді? Құран кәрімде өте бір керемет аят бар. Алла Тағала иннал мубаззирина кану ихуана шаятин. Біліп қойсын дейді. Ысырап жасаушы адамдар дейді. Олар шайтанның жолдастары дейді. Түсініп отырсыздар ма? Ал Алла Тағала не дейді Құранда? Афататтахизунаху ва зурриятаху аулия мин дуни. Адамдар айтып жатыр. Сендер дейді, мені тастап қойып, шайтанды, шайтанның балаларын өздеріңе дос тұтып алдыңдар ма не? Сендер сондай іс істеп тұрсыңдар ма не? Уахум лакум аду. Олардың сендердің жау екенін біле тұра, сондай іс істеп тұрсыңдар ма не дейді? Бисали залимина бадала. Олардың қылған айырбастамасы қандай жаман дейді. Қандай жаман. Айырбас не істеді? Құдаймен, Раббысымен дос болудың орнына кіммен дос болып жүр? Шайтанмен. Субханалла, мән лам яғрифи шар яқау фиха деген арабтарда мақал бар ғой. Кім жамандықтың не екенін білмесе, ол сол жамандыққа тап болады дейді. Білмейсің, қарасаң кіммен дос бол. Сол үшін де бауырлар тастау керек. Тастау керек. Бұл несі? 5-ші себебі. 6-шысы білесіз бе қандай? 6-шысы бар. Ойбай, бұл шақшып ататын, темекі шегетін адамдар өзі істемейді ғой бұны ешқашан. Бұл не істейді? 11 темекі беш десе бермеймін деп айта алмайды ешкім. Ол темекіні береді оған. Шақша стрелять етеді біреулер.
Темекі стрель айтсен, шақша бар ма дейді жаңа. Оған беріп жібереді. Бермеймін десе, ол сол кезде, сен не болды деп. Ол қоғамда, мынау, шақша сұрағанда шақша бермеу, темекі сұрағанда темекі бермеу, ол, мен қазақшасын білмеймін, орысшасы западло ол. Бұл не деген сөз? Ана сұраған кезде береді да міндетті түрде. Яғни, темекі шегіп жүрген шақшатадан өзі ғана күнә жинамайды, басқалардың да күнә жинауына себепкер болып жүр да. Бірақ өзі соны білмейді. Сол себеп не істеу керек? Тастауға болады. Бірақ сен шегіп жүрсең, сен шақша атып жүрсең, ешкімге берме оны. Және де оны көрсетпе. Күнәні көпшіліктің көзінше жасау, ол күнәнің үстіне күнә қосады да. Оны өзің асықпай үйіңде отырып таста, ешкімге берме. Алла сақтасын. Және де тағы да бір себебі бар. Қандай? Пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің бір хадисінде айтады. Амалдардың ең жақсысы үзілмегені дейді. Кішкентай болса да үзілмегені. Мысалға, осы жерге келіп бір рет, мен зікір қылам деп, субханалла, субханалла, субханалла деп 1000 рет айтып, бір ай айтпай кетуден қарағанда, бір рет келіп, субханалла деп, бір рет айтып кеттің. Келесі күнде келдің, бір рет, субханалла деп. Сөйтіп, бір ай айтқан әлде қайда жақсы бауырлар. Себебі пайғамбарымыз айтып тұр. Неге? Амалдардың ең жақсы үзілмей, бірақ әрдайым болып тұрады. Құраннан бір аят оқып кеттің бе, бүгін бір пара Құран оқыдың да, бір ай бойы дем алып жүрсең, оған қарағанда қайырлы, бүгін бір аят оқып қоясың, әлиф лам мим қойып қойдың. Келесі күні келдің да, заликал китабу ла райба фи худал лил муттақин қойып кеттің. Үшінші күні келдің да, әллазина юъминуна бил ғайби деп жалғастырып, әр күнде бірақ үзілмейді да сенде. Альхамдулилля, әр күнде үзілмейді, жалғасып тұрады. Осы пайғамбарымыз айтады, осы сауапты дейді. Неге қарағанда, бір рет оқып тастап, 29 күн өзіңе отпусқа алғанға. Соған қарағанда осы қайырлы. Бірақ бұл хадистің арт жағы да бар, білесіз бе қандай? Ал күнәлардың ең жаманы десе, ол да кішкентай болсын әрдайым үзілмеген. Кішкентай күні әрдайым үзілмейді да ол. Субханалла, күнде шегесің, күнде шақшатасың, күнде боқтайсың. Ол күнәсі көп болады. Манағы мен айтып жатқан кішкентай макрухтар, ол үлкен бір харамға жиналады олар. Кішкентай тамшылар нені істейді? Бір үлкен бір көлшік тудыртады. Қаншама сулар сарқырамалардан теңіз құралған. Дәл сол сияқты адам кішкентай макрухтарға мән бермей оны жасай беретін болса, ол түбінде неге айналады? Бір харамға айналады. Сол себепті амалдардың жаманы да мұны осы. Алла сақтасын, сол себепті бұны тастау керек. Бұл қиын, бірақ оны тастау керек. Сіз бұны тастасаңыз білесіз бе? Тәубе қылсаңыз, Алла тағала сіз қанша темекі шексеңіз, қанша шақша атқан болсаңыз, соның барлық күнәсін Алла тағала сауапқа айналдыра салады. Барлық күнәні Алла тағала сауапқа айналдыра салады. Себебі Алла тағала Құранда айтты: «Илля ман таба ва амана ва амила солихан». Кімде-кім мені иман келтіріп, тәубе қылып, жақсы іс істесе бастаса, мысалға темекісін тастады, шақшасын тастады, яғни Алла тағала оның бүкіл күнәсін алады да сауап қыла салады дейді. Алланың мейірімділігі ғой ол. Ол тәубенің күші да. Тәубе деген білесіз бе не? Ол оны жасамағандай болу деген сөз да қайттан. Тәубе етіп тастадық қойыңыз. Шақша, темекі деп тастадың ба? Болды. Сен оны тастасаң, оны ешқашан істемегендей адам болып жүресің да. Ат-таибу мина замби, пайғамбарымыз айтты. Күнәсіне тәубе қылған адам, каман ла замбала. Ол бір күнәсі жоқ адам сияқты. Болды. Сол үшін де тастау керек. Және де 8-ші ең үлкен бір себептерінің бірі,
Адам дүниеден өткен кезде имам Ахмадта жететін хадис бар. Адамды көмеді, кейін ол адам қабірдің ішінде жатады. Кейін періштелер оны не істейді? Кафан. Сондай бір кафан деген адамды орайтын бір не мата ғой. Сондай бір жұп-жұмсақ, егер жақсы адам болса, сондай жұмсақ матасына орайды. Кейін ол адамнан үстінен шығатын жұпар иістарды иіскеп, періштелер айтады екен, неткен жұпар иіс, неткен момын мұсылман деп тамсанады. Кейін оны қабіріне қойылады, қабірінде жәннатқа баратын жері оған көрсетіледі, сөйтіп қабірінде жатады. Сөйтіп ол адам не дейді? Я Раббым, қиямет қайымды тез-тез болдыртшы дейді. Себебі жәннаттағы орнын көріп тұр ғой, жәннатқа барғысы келеді тез-тез. А жаман адам дейді. Не? Ол дүниеден өткен кезде жаман, грубый болған бір матаға оралады. Кейін оның шығатын иістерінен жаңағы періштелер желкенеді оны. Неткен жаман лас иіс. Кейін ол адам қабіріне қойылып, оның тозаққа баратын орны оған көрсетіліп қояды. Сосын ол адам не дейді? Қиямет қайым болмай-ақ қойса ғой деп тілейді да Құдайдан. Себебі ол тозаққа барады. Мен айтайын дегенім, манағы періштелердің неткен лас жаман иіс деген кезде, міне осылардың да иісі шығады. Сенің ертең осы істейтін, манағы аузың алатын нәжісің, жаман иісің, оның да иісі шығады. Шегетін темекілерің адатынасы, оның да иісі шығады да, Алла сақтасын. Және де адам ойлану керек. Сондай сасық болған жерлерде періште жүре ме, жүрмей ме? Жүрмейді. Тек қана екі жағында жазатын періште бар, солар ғана жүреді дейді ғалымдарымыз. Сол себепті Алла тағала осындай жаман лас істерді иншалла тастауды нәсіп қылған болсын.